Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы 19 ғасырдағы сал серілер поэзиясы. Дәрісте негізінен екі сұрақ қарастырамыз. Біріншісі Ақан сері Қорамсаұлы, екіншісі Біржан Сал Қожағұлұлы. Яғни 19 ғасырда өмір сүрген, 19 ғасырдағы әдебиет тарихынан үлкен орын алған қазақтың серісі мен салының өмірі мен шығармашылығына тоқталып өтеміз. Енді бірінші Ақан сері Қорамсаұлы. Ақан сері Қорамсаұлы бәріңізге белгілі атақты Көкшетау өңірінің тумасы. Ақан сері өзінің өмірінде сұлулықты ерекше құрметтеді, әдемілікке жаны жақын болды. Сондықтан болар Ақан серінің артында қалған өшпес әдеби мұраның негізгі сарыны да сұлулық пен әдеміліктен құралады. Ақан сері сұлулықты қаншалықты сүйетін болса, оның өмірінде сұлу қыздар да соншалықты көп болды. Солардың ішінде Ақан серінің тағдырында есімі ерекше аталатын сұлулар, олар Бәтима, Ұрқия, Ақтоқты, Жамал, Балғадиша. Жалпы Бәтима ол Ақан серінің Құдай қосқан ең бірінші қосағы. Бірақ өкінішке орай Бәтима Ақан серіге Ыбан есімді бір перзентті сыйлағаннан соң қатты науқасқа шалдығып дүниеден өтіп кетеді. Екінші Ақан серінің өмірінде кездескен сұлу қыздың есімі Ұрқия деп аталады. Ұрқия да Ақанның өмірінде көп тұрақтамайды. Ол да бір науқасқа шалдығып, арада 3-4 жыл өткеннен соң дүниеден озып кетеді. Ал Ақтоқты болса, ол Ақан серінің үйленбеген, бірақ сыртынан ғашық болған ару қыздарының бірі. Жалпы Ақтоқтының Ақан сері творчествосында алатын орны ерекше болып саналады. Жалпы Ақан сері десе біздің көз алдымызға оның сүйікті тұлпары құлагер, қолындағы қыран құсы Қараторғай және қасына жетектеп жүрген құмай тазысы Базаралы елестейді. 19 ғасырдағы қазақ даласында астында құлагер аты, қолында қыран құсы Қараторғай, қасында жетектеген Базаралы тазысы бар қазақтың серісі Ақан сері келе жатады. Жалпы Ақан серінің махаббат құдіретін асқақтата көрсеткен ән өлеңдері өте көп. Солардың ішінде ең атақтылары Ақтоқты, Алтыбасар, Терқатқан, Мақпал, Балғадиша, Сырымбет, Майдақоңыр, Ақкөлек және Аужар деп аталады. Жалпы Ақан серінің творчествосы, оның қазақ әдебиет тарихынан алатын орны, жалпы Ақан серінің қазақ руханиятындағы орны туралы қазақ ғалымдары қай уақытта болмасын жақсы ғылыми пікірлер, толымды, мәнді мағыналы ғылыми көзқарастар айтып келеді. Солардың ішінде академик Серік Қирабаев Ақан шығармашылығы туралы ол сұлулыққа, әсемдікке лайық бейнелі сөз, балама сурет таба білді. Тыңдармандары мен оқырмандарының сезімін қорғайтын нәзік те сырлы эпитет теңеуде қолданды деген сияқты өзінің пікірін атақты өзінің әдебиеттің ақтаңдақ беттері атты монографиясында келтіре кеткен. Жалпы Ақан сері тек қана өзінің астына мінген құлагер атын, қасына қолына ұстаған Қараторғай құсын, қасына жетектеген Базаралы тазысын ғана емес, жалпы табиғаттың ең сұлу да әдемі көркем көріністері болып саналатын сәйгүлік аттарды, қыран құстарды өзінің жырына, әніне, шығармашылығына қосудан әсте жалықпады. Солардың ішінде ең атақтылары Маң-маңгер, Қараторғай, Көкжендет, Құлагер сияқты ән өлеңдерін атап өтуімізге болады. Жалпы Ақан серінің өмірі мен шығармашылығы туралы қазақ әдебиетінде көптеген көркем шығармалар, көркем туындылар жазылды. Соның ішінде Ақан сері тақырыбын ең бірінші болып қолға алған қазақтың ақыны ол Ілияс Жансүгіров еді. Ілияс Жансүгіровтің Ақанның өміріне арналған, Ақанның тағдырына арналған ең атақты шығармасы әрине ол сіз бен біз бәріміз жақсы білетін Құлагер поэмасы болатын. Жалпы Ілияс Жансүгіров өзінің болашаққа жасаған шығармашылық жоспарында Ақан сері туралы тарихи роман жазуым керек деген пікірді айта кеткен екен. Бірақ өкінішке орай 1937 жылғы зұлмат Ілиястай іргелі шығармашылық иесінің осындай іргелі қадамын жүзеге асырмай тастағандығы көңілге өкініш орнатады.
Сонымен қатар ақан сері тақырыбына барған қазақтың бірден бір классик жазушысы ол ғабит мүсірепов еді. ғабит мүсірепов өзінің ақан сері ақтоқты деген драмасын жазды. Соның ішінде трагедия жанрында ақан сері ақтоқты драмасы қазақтың Мұхтар Әуезов атындағы академиялық театрының репертуарында көпте мәңгілікке келе жатқан шығармалардың бірі деп айтуымызға болады. Сонымен қатар ақан серінің өмірі туралы тарихи шығармаға қалам тартқан жазушы ол Сәкен Жүнісов болып табылады. Сәкен Жүнісовтың ақан сері деген романын бәріміз жақсы білеміз, және сол шығарманы міндетті түрде оқып алуымыз керек. Ақан сері романын жазғаннан кейін Сәкеннің есіміне де Сәкен сері деген тіркес қосылғаны шығармашылық өзара байланыстың негізгі көріністерінің бірі болып саналады. Сонымен қатар музыка өнерінде жалпы Мұхамеджанов деген автордың ақан сері ақтоқты деген операсы да бар екен. Енді жалпы ақанның шығармашылығы сонымен қатар Алаштың ардақты ақыны, Алаштың ардақты азаматы Мағжан Жұмабаевтың да қызығушылығын тудырған. Мағжан Жұмабаев ақанның серілігі ертегідей әдемі де сұлу деген пікірді білдіріп кеткен. Сонымен қатар Ілияс Жансүгіров тұсында пері болсын, сері болсын, ұнайды ақан маған өлеңмен деген тармақтардың авторы болып саналады. Енді бүгінгі біздің дәрісіміздің екінші өкілі ол әрине қазақ даласында сал деген есімді иеленген санаулы ғана өнерпаздардың ішіндегі бірегейі Біржан Сал Қожағұлұлы. Ол да ақан сері сияқты Көкшетаудың өнерлі өрені. Сонымен қатар арқадағы дәстүрлі ән өнері мектебінің негізін қалаушылардың бірі. Біржан Сал Қожағұлының артында қалған ән өлеңдері олар Ләйлім шырақ, Айтбай, Ақтентек, Жамбота, Адасқақ, Көлбай Жанбай, Жамбас Сипар, Айтбай, Көкек, Жонып алды, Теміртас, Алтын балдақ сияқты шығармалары қазақ музыкасында, қазақ әдебиетінде өзінің орнын мәңгілікке алған туындылар болып саналады. Енді Біржан Сал Қожағұлының шығармашылығында әрине бәріңізге белгілі ол қазақтың ұлы ақыны Абаймен кездесуі, ол Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясында кеңінен суреттелген жақсы бір көріністердің бірі болып саналады. Негізінен тарихта шынымен де 19 ғасырда өмір сүрген қос өнерпаз Абай мен Біржан кездесті деген тарихи нақты фактілер бар. Жалпы Біржан Салдың творчествосы да қай уақытта болмасын ғалымдар назарынан тыс қалған емес. Соның ішінде қазақтың ақындық өнерін түбегейлі зерттеген ғалымдардың бірі ол Есмағамбет Смайылов өзінің атақты 1958 жылы шыққан ақындар монографиясында жалпы салдық дәстүр туралы, шын салдық дәстүр өнер салдың барлық тыныс тіршілігімен біте қайнаса кету керек деген пікірді білдірген екен. Енді жалпы Біржан Салдың шығармалары қай уақытта болмасын халыққа жетімді болды. Ұлт оқырманының қолында жүрді деп айтуымызға болады. Соның ішінде мысалы Біржан Сал әндері деген Алматы қаласынан 59 жыл бұрын, 1959 жылы, осыдан 60 жыл бұрын шыққан жинақ бар екен. Ләйлім шырақ деген жинақ бар екен, 63 жылы шыққан. Сонымен қатар Алматыдан 67 жылы шыққан өлеңдер деген жинақ бар екен. Яғни бұл өлеңдер жинағының авторы Біржан Сал Қожағұлұлы болып табылады. Жалпы Біржанның творчествосы соның ішінде мына ерекше бір көрініс ол салдық көрініс туралы қазақтың мықты ғалымдарының бірі әдебиет тарихшысы Мұхтар Мағауин өзінің ғасырлар бедері еңбегінде мынадай пікір білдірген екен. Қазақ даласының әсем табиғаты, көшпендінің дархан жаны, сыршыл сезімі мен сырбазы мінезі шебер көрініс тапқан Біржан әндері қазақтың музыка өнерін жаңа сатыға көтерді. Ал оның өз шығармаларын ғана емес, өзіне дейінгі қазақ композиторлары мен музыкалық фольклор үлгілерін орындаудағы әншілік мәдениеті Сахарада бағыздан қалыптасқан вокалдық дәстүрді одан әрі жетілдіре түсті деген екен. Енді міне жалпы қазақтың қос өнерпазы, яғни 19 ғасырда өмір сүрген Біржан Сал мен ақан сері Қорамсалының өмірі мен шығармашылығы хақында қысқаша ғана мәлімет осындай. Қалған мәліметтерді мына жерде берілген әдебиеттер негізінде өздеріңіз толықтырып алуларыңызға болады. Толықтырып алғаннан соңғы
кері байланыс жасау мақсатында жұмысты универ жүйесі арқылы менің атыма жіберулеріңіз керек. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.